Жалынды сәлем. Жақында Шавкат бауырымыз UFC-да өзінің келесі бойын өткізеді. Оның қарсыласы Стивен Томпсон болады. Оны Вандербой деп те атайды. Шавкаттың бұрынғы бойларын көрген адамдар біледі, оның жекпе-жекте әлсіз жерлер жоқ. Демек ол стойкада да, күресте де өзін жақсы көрсетеді. Оның рекорды нағыз ММА боецке лайық, себебі тең жартысы нокаутпен, қалған жарты фиништері сабмишнмен аяқталған. Бұл статистика оның жан-жақты боец екенін көрсетеді. Оның октагонға шығуы нағыз шоу басталуының белгісі. Сондықтан да UFC-да соншама бонустар алып келе жатыр. Ал Вандербойға келсек, оның ең мықты жағы ол әрине стойка. Себебі ол өзінің спорт карьерасын каратэмен бастаған. Оның соққылар өте ерекше, нокауттық қуаты бар. Аяқпен де қолмен мықты соққылар жасайды. UFC-да өте көп хайлайттары бар. Бірақ Шавкатқа қарағанда күресі жоқ десе болады. Сондықтан да менің ойымша ең алдымен Рахмонов оны партерге құлатуға тырысты.